адамдардың бәрін жақсы көру. Үлкенді, кішіні. Білгенім 1-9, білмегенім 1-9 дейді. Сондықтан мен көп нәрсеге жеттім деп қол жеткіздім деп ойламаймын. Сондықтан анау айтқандай жетістіктерім жоқ. Бала тәрбиесіндегі басты қағида баланы отбасы тәрбиелейді. Отбасыдан кеткен кемшілікті одан кейінгі балабақша, мектеп, білім ордалары ешқайсы жөндеп бере алмайды. Сондықтан баланы еркін өсіру керек деген қағидам бар. Бірақ еркін сітпеу керек. Еркін өсіру керек, еркін сітпеу керек. Әйел адамның бойындағы басты қасиет ол әйелдік қылық дер едім. Орысша женственность деп атамыз ғой енді. Жасандылық емес, бірақ шынайы ер азаматтың қабағына қарай білу, ана болу қасиеттерінен бөлек әйел адам өзінің әйел екенін ұмытпау керек. Таразды біздің шығыс шайырларынан артық суреттеу мүмкін емес шығар. Сондықтан ең бірінші қасиеті Тараз мөп-мөлдір көздердің қарасы ұялаған арулардың мекені. Тараз біздің хандығымыз өмірге келген деп айтайық. Тарихымыздың темір қазығы, елбасымыз айтқандай. Және Тараз, сүйікті Тараз, менің сүйікті Таразым, менің туған өмірім, аймағым.